Қасиетті де қадірлі өлкем менің, әрбір тасың, тауың, кең далаң, сан тарихты бүгіп жатқан аян. Сенің топырағыңда кімдер дүниеге келіп, кімдер кетпеді. Бұл дүниеге қонақ болып келген әрбір жан өзінің парасат пайымымен, өнегелі ісімен, жақсы сөзімен ғана кейінгі ұрпақ есінде қалар анық. Бүгінгі әңгіменің өзегі де сондай жандар туралы болмақ. Олар Қабиұлы Иманкәрім атамыз бен Мұқаш қызы Қамыш әжеміз. Ғұмырлары бір кітапқа салмақ, таңға дейін келелі әңгіме боларлық жандар ғой жарықтық. Дегенмен, осы қысқа ғана естелікте олардың жүріп өткен өмір жолының біраз беттерін парақтамақшымыз. Бұл тамырын тереңге жайған үлкен әулеттің қазіргі жас ұрпақтарына, болашақ жеткіншектеріне ескірмес ескерткіш болып қалсын деген ниеттен туған дүние. Ендеше бүгінгі қылған дұға қабыл болып, ата-әжелеріміздің, басқа да о дүниелік болған туыс-туғанның жандары жанатта болсын дей отыра өткенге көз жүгіртейік. Қабиұлы Иманкәрім 1910 жылы Темірші болысының 9 ауылында Тасбастау деген жердегі Қаби қыстағында шыр етіп дүниеге келген екен. Әкесі Қаби 4 ағайынды: Қаби, Қали, Әлиасқар, Бәкір. Қабиұлы Иманкәрім өзі 10 ағайынды: Әкімбек, Ақымаш, Сайдыкәрім, Қамза, Камила, Күлзия, Күлжамила, Биғайша, Күлзипатты туғандары болған. Анасының аты Торғай. Әкесі Қаби болыстың биі, орта дәулетті адам екен. Иманкәрім атамыз ауыл молдасы Мәмбетов Әбжекей мен Бүркітбай баласы Әбжаннан сабақ алып, мұсылманша сауатын ашқан екен. Әкесі Қаби қатарынан қалмасын деп Қарқаралыдан Ботов Григорий деген кісіні алдырып, балаларына орысша кирилл әріптерімен оқу жазуды үйреткізген екен. Сөйтіп атамыз орысша тіл біліп, хат таныған. 1928 жылы орта дәулетті адамдарды кәмпескелеу басталған тұста Қаби атамыз да сол тізімге ілігіп, бірақ одан аман есен қашып құтылады. Семей өңіріне паналап кетіп, 1928 жылы бала шағасын сол жаққа көшіріп алады. Сол кездері 18-19 жаста болған Иманкәрім атамыз түйемен Семейге кіре тартқан екен. Күнкөріс қамымен жүргенде атамыз 28 жасқа да жетіп қалады. Содан 1938 жылы өмірлік серігі Мұқаш қызы Қамышпен бас қосады. Атасы Мұқаш қызының оқимын деген қарсылығына қарамастан күйеу баласын ұнатып, сеніп, екеуінің отау құруына ықпал болады. Қамыш апа бұл кезде небәрі 16 жаста ғана екен. Бұл кезең елде ашаршылық меңдеп, күн көру қиындаған тұс еді. Отау құрғаннан кейін көп уақыт ұзамай, таза тұрмыс тауқыметі ауырлаған соң Ресейдің Кемерово қаласына кетіп, Иманкәрім ата зауытқа жұмысқа тұрады. Сонымен қоса өзінің біршама туыстарын көшіріп алады. 1939 жылы тұңғыш қыздары Қайнегүл өмірге келеді. Иманкәрім ата 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталып әскер қатарына алынады. 3-4 ай әскери жаттығуда болып, енді соғысқа аттанбақшы болғанда Сталин бұйрығымен бронь беріліп, оқ дайындайтын әскери зауытқа жұмыскер болып қайта оралады. Сол жылы соғысқа бармай аман оралған үшін дүниеге келген балаларының атын Амангелді деп қояды. Қамыш апа болса бос отырмай, байпақ тоқып, қолғап, киім тігіп, қаншама шақырым жаяу жүріп, Кемерованың басына апарып сатады. Соның ақысына бір шелек картоп тамақ алып жаяу үйге қайтады екен. Кішкентай 2 жасар қызын үйге қалдырып, осындай жанкештілікпен өмір сүреді. Ол кезде екінші баласына жүкті екен. Жұбайы әскерден келіп қайта жұмысқа орналасқан соң да адал еңбекпен екеуі бала шағаның қарын тойдырудың қамын жасайды. Соғыс аяқталып 1946 жылы Қарағанды қаласына көшіп келеді. Ол кезде Қарағанды жаңадан құрылып жатқан кез, ескі қалада жер үйде тұрып, жұмысқа орналасып, өмір жолдарын жалғастырады. Балалар өсіп, артынан сәбилер дүниеге келіп жатты. Екеуі оларды аяққа тұрғызып оқыту үшін жандарын аямай еңбек етті. Ауылдағы туған туысқа да есіктері ашық болды, барымен бөлісіп балаларын оқытуға көмектесті.
Ағасы Әкімбек балалары Зейнолла атамыз бен Төлеу аталарымыз да сол үйде жатып оқыған екен. Қамыш апа бәріне бірдей қарап, бір нанды бөліп жегізіп, киім-кешектерін бүтіндеп отырған. Екеуі де өте шебер болған, бала-шағаның сыртқы киімдеріне дейін өздері тігіп береді екен. Күн көріс Қамышын киім тігіп сатады, мал ұстайды. Сөйтіп 1964 жылда келіп жетеді. Балалары елге, туысқа жақын болсын деп, сол жылы Ақбай Қызылбай ауылына көшіп келеді. Өз қолдарымен үй салып, киелі қара шаңырақтың осы өлкедегі негізін қалайды. Қамыш әже жалпы 13 құрсақ көтерген екен, екеуі жастай шетінеген. Олар 11 баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, білім алуларына жағдай жасап, жақсы азамат етіп тәрбиелеп шығады. Тұңғыштары Қайнегүл, одан кейін Амангелді, Жұмагелді, Қайнел Ғаят, Шәмши Ғаят, Жұмақан, Мұхамедхан, Нүрлен Ғаят, Қанымша, Қонысбек, Қуанышбек есімді балалары дүние есігін ашқан. Біреуі жоғары, біреуі орта кәсіптік білім алып өсіп-өніп отбасын құрып өркен жайды. Әке ана үмітін ақтады. Иманкәрім атамыз ауылға келген соң әртүрлі жұмыс атқарды. Ескіше діни сауаты бар болғандықтан ауылдың имамы болып, 5 уақыт намазын өзі де, жары да қаза қылмады. Ораза тұтып, кеңес заманның дінге қарсы болған саясатына бағынбады. Көздері ашық, көкірегі ояу болған екеуі танымал жазушылардың кітаптарында үзбей оқыған екен. Балаларына оң солын танытып, үлкен отбасына айналды. Немере жиендерін көріп қызығына бөленді. Адалдықпен, еңбекқорлықпен өмірін өрнектеген Иманкәрім ата бұл дүниеден татар дәмі таусылып, 1992 жылы 82 жасында өмірден озады. Ал балаларының ішінде Қайнегүл, Амангелді, Жұмагелді жары Жұмағайша бүгінде о дүниелік. Олар да өз өмір жолдарын абыроймен жүріп өтті. Бала-шағасына таудай әке, аяулы ана болды. Олардың да жаны жұмақта болып, ұрпақтары жасай берсін дегіміз келеді. Орының бөлек өмірде, әкешім жоқтығын батты көңілге, әкешім түсімейінші асқар тауым менің, әкешім сағынып жүрмін өзіңді, әкешім айта алмадым кей сөзімді, аңсаймын балалық бар бал дәурен кезімді. Қамыш Мұқаш қызы сондай таза, төзімді, сабырлы, қолы ісмер, ұқыпты жан болған. Әрқашан балаларының тілеуін тілеп, батасын аямады. Келіндеріне өнеге болды, балаларының ақылшысы, береке бірліктің бастауы болды. Немере, шөбере шөпшектерін, жиен-жиеншарларын көріп, әр баласының үйіне барып әдемі қартайды. Бірақ оған әрқашан өз қара шаңырағы ыстық еді. Ақсақалы екеу бірге жасаған үйінің, бабын білетін Ұрқия келіннің жөні бөлек еді. Аяғы өзі бір Алладан тілегендей ақ төсегінде бәрімен қоштасып, 96 жасында 2018 жылдың қысында Қамыш әжеміз бұл дүниемен қош айтысты. Иә, тау алыстаған сайын биіктей береді. Дендері де, рухтары да сау, биік тұлға болған бұндай жандар қазір жоқтың қасау. Замандас, туыс болған ағайынмен бір нанды бөліп жеп, татулықтары ажырамаған жандар еді. Үлкенге сыйластық, кішіге қамқорлық танытып, қуаныш қайғысын бірге бөлісті. Абысын тату болса аз көп дегендей, ағайындардың жарлары да бір-бірімен ерекше сыйласты.
сыбағасын сақтап, жас кездерінде бірі кішкентайлы болғанда екіншісі күтіп, тіпті бір-бірінің балаларында ақ сүттерін беріп емізген екен. Сондықтан осы отырған туған туыстың бөліп жарары жоқ, бір атаның балалары. Сол кездегі ата-әжелеріміздің бірлігі, олардың қажырлы еңбегі, ештеңе дәметпей бір-біріне бауырым, ағам деп көмектесуі бізге үлгі. Кейінгі ұрпақ үшін ол кісілердің санамызда жаңғырған сөздері, істері бізге тура жол көрсететін бағдаршам іспеттес. Кейінгі ұрпағының тілеуін тілеген олар тар заман тайғақ кешудің бәрін бастан өткерген. Сондықтан олардың аманатын орындау үлкен парыз, абыройлы міндет. Сіздерді балаларыңыз, ұрпақтарыңыз сағынды. Айналайын деген сөздеріңізді аңсады. Амал қанша, өлшеулі ғұмыр бәріне ортақ. Алланың мейірімінде, пайғамбардың шапағатында болып, жандарыңыз жұмақтан орын алсын, асыл жандар. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа болсын.